Бірде бір жігіт көшеге шығып, машинасын қыздырып, жаңа балдарын сабаққа барып тастайын деп шығады ғой далаға, көшеге шықса, көршісі де машинасын тазалап жатыр екен, маңдай алдындағы көршісі. Сонда балдары, жаңа жігіттің балдары айтқан ғой, "Ба, біздің көлігіміз мықты ғой, мына көршінің көлігіне қарағанда да біздікі су жаңа, көршінікі ескі" деген сияқты. Сонда да машинасын жуа береді, жаман машинасын деп айтады ғой. Бала ғой енді, бала нені біледі. Содан "Иә" деген, біздің көлігіміз мықты, бәріне озып кетеміз, жылдам барамыз деп. Содан әке жарысып көрмейміз ба көршімен деп қоймайды ғой балдар. Содан өтіп бардырып, терезесін түсіріп, "Көрші, мына балдар осындай деп жатыр. Балдардың көңілін қалдырмайық, бір жарысып көрмейміз ба" дейді. Енді ана көршісі өзінің көлігін ескі екенін біліп тұр ғой. Көршісінің сөзін қимайды енді, "Жарайды" дейді. Содан екеуі тас жолға түсіп алады да көшенің басына дейін жарысады ғой. Сонда ана ескі көлігі бар көршісі ешқандай жарыспайды, тек артынан еріп жүре береді. Анау газды басып та көшенің басына тұра қалады. Сонда ізінен барып айтады ғой, ана балдары терезесін ашып шулап жатыр, "Папа озып кетті күшті" деп. "Көрші, не қылдың, жарыспадың ғой, газды баспадың ғой" дейді. Сонда көршісі айтқан ғой, "Иә көрші, шынымен сен балдарың айтқандай, сен көлігің мықты екен, мен ізіңе жете алмай қалдым" деп. Сонда барып түсінген ғой ана жігіт, кішкене тәкаппарланып сөйтіп істеген, үстіне мысқылдаған сияқты болып. Сонда барып көлігінен түсіп, көршісінің қолынан алып, "Сондай қателік кетті, менен бір асыра сілтеген болсам, кешіргейсің" деп. Қазір енді көп адамдар өзінің дәрежесін көлікпен бағалайтын болып кетті ғой. Сенен жаңа мықтырақ көлік мінсе, саған бір кішкене өрескел мінезбен қарап деген сияқты, кішкене менсінбей, тәкаппарланып кететін адамдарымыз қаншама. Сол себепті кішіпейіл болайық. Қандай көлік мінсек та, мықты көлік мінсек та, су жаңа көлік мінсек та, ескі көлік мінсек та, аман болайық, сау болайық тек.